Бестің шайына қытырлап тұратын хит болған чебурекилерді дайындаймыз. Әсіресе қонақ дастарханға қойсаңыздар тіпті керемет. Ең алдымен қайнап тұрған ыстық суға сары майды саламыз. Сары май еруі қажет. Тұзымызды саламыз және қаймақты салып жақсылап араластырып, енді ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Жақсылап қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Енді маечкаға 10 минут шамасына тындырып қоямыз. Содан соң теңдей етіп екеуге бөліп, жұқа қылып жайып аламыз. Видеодағыдай тура мандының қамыры секілді осылай бөліктерге бөліп аламыз. Сәл кішіректеу қырыңыздар, сол кезде әдемі көрінеді екен. Алдын ала фарш пен пиязды жақсылап қуырып алдым. Енді начинкамыз салып, тура видеодағыдай дайындап аламыз. Қызып тұрған майда жақсылап орташа отта осылай сарғайғанша пісіріп аламыз. Қыздар өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздерші, ас болсын. Және парақшама пайдалы дүниелерді жіберіп алмас үшін тіркеліп алыңыздар.